Ертеде бір палуан жолаушылап келе жатып, жол жөнекей бір үйге құдайы қонақ болады. Өзі атақты бір палуанмен күресіп, соны жеңіп келе жатқан бет екен. Дастархан басында әлгі палуанды қалай жеңгенін қайта-қайта айтып, мақтана берген көрінеді. Ал оның айтып отырған атақты палуаны босағада шай құйып отырған келіннің ағасы екен. Бауырын жығып, онысын бөсіп айтып отырған құдайы қонақтың бөспе әңгімесі келіннің намысына тисе керек. Шыдамы әбден сарқылып, әлгі қонаққа қарап, сіздің айтып отырғаныңыз менің туған ағам болады. Жеңгеніңіз рас болса, менімен күресіп көріңіз, күшіңізді сынап көрейік дейді. Нәзік жанды әйел адамның бұл әңгімесі палуанның қытығына тиіп кетсе керек, шамданып қалған ол. Мына қатын не деп оттап отыр? Бос кілемді астыма салып бір илейтін екен өзін деп мазақ етеді. Одан сайын ашуы келген келін қанша дегенмен осал жердің қыз емес қой. Мақтаншақ палуанға қарап, көрерміз кімді кім жеңетінін. Мықты болсаң көп сөзді қойып, шық кілемге дейді. Екеуі бос кілемнің үстіне күресе кетеді. Алғашқыда өзіне толық сенімді болған жігіт келіншектің күресіне немқұрайлы қарайды. Бірақ болдыратын емес. Әбден ашыға булыққан әйел палуанды атып ұрып астына басып біраз отырады. Еркек басымен әйелден жеңілген палуан кірерге тесік таппай әбден қорланады. Елге қарайтын бет жоқ. Содан бет ауған жаққа қарата ауып кетеді. Әйткенмен де жігіттің наласы бар ғой. Палуанды жеңген әлгі келіншек көп ұзамай қатты сырқаттанады. Ол уақытта қазіргідей доғдыр қайда. Ел аузында жүрген бір емшінің дерегін алып, іздеп барып жағдайын айтады. Сонда әлгі емші бұны ары бері қарап, сенің кеселің өте ауыр екен. Ер адамның үстінен аттап кеткен жерің бар ма еді? Егер бар болса, сол еркекті тауып, кешірім алуың керек. Сонда ғана саған ем қонады дейді. Сырқаты жанына батқан келіншек қасына күйеуін ертіп, баяғы өзі жеңген палуанды іздеп жолға шығады. Ай жүріп, апта жүріп, әлгі палуанның еліне барса, ол әлде қашан ішқұса болып өліп кеткен екен. Қап, енді қайттым. Міне, осы жерде әйел адамның ақылды болатыны тағы бір дәлелденеді. Ең болмағанда палуанның киімі бар шығар, соны беріңдерші, деп палуанның өзімен күрескен кездегі киген шекпетін сұрап алады. Оны өзінің күйеуіне кигізіп, 3 рет басын иіп тұрып кешірім сұраған екен. Содан көп ұзамай түс көріп, түсінде палуан кешірім бергенін аян арқылы білдіреді. Осылайша ол ауруынан құлан таза айыққан екен. Бұдан шығатын қорытынды қалай? Біріншіден, ешқашан да әйелді кемсітіп, төркінін тілдеп, намысына тимеу керек. Екіншіден, мейлі ол бала болса да, әйел адам еркектің үстінен аттауға болмайды. Үшіншіден, киімде де кие болады. Сондықтан да киімді ешқашан аяқ асты етпеңдер, деп әңгімесін аяқтапты.